Ассалаумалейкум. Toyota Estima гибрид болған. Так, Camry 30-кан 2.4 моторын салған, коробкасымен бірге. Енді коробка аварийный режимде. Клиенттің айтуы бойынша сатқан адам 1-2 түседі, 4-ке ғана түспейтін деген. Данный момент 1-мен ғана қозғалып тұр. 2-3 ешқайсысы жоқ. Аварийный режимде. Оборот 1000 түспейді. Вентилятор қосылмайды, қазір су 130 градус көрсетіп тұр. Перемыкать еткішкен су толдық вентилятормен. Сондай ақаулар бар. В общем, біраз жұмыс бар, разбираться ету. Бірінші очередь коробка ғой. Estima гибрид. Құдай қаласа, бірінші очередь схемадан бастаймыз. Дальше больше көреміз. Мұнда экранда диагностика жасау барысы көрсетілген. Блок двигателі және коробка екеуі бір блокта, ешқандай қате жоқ. ECM-да. Сондықтан ABS-ке кірдік. ABS-те қандай қателер бар екенін көріп жатырмыз. 3 датчик бойынша ошибка бар. Тек артқы оң жақ бойынша ошибка жоқ. Қазір өшіреміз. Көп қате өшпей орында қалды. Енді артқа қарай шығамыз. Сөйтіп бізге текущий данный қажет. 4 датчиктің показаниясы және көліктің жылдамдығын қосып қойдық. Текущий данныйда біз орнынан қозғаламыз. Қозғалған кезде тек артқы оң жақта ғана көріп тұр. ABS болды, қалған бәрі істемейді. Алдыға артқа қозғалып тексеріп көрдім. Мұнда уже блок двигателя кірдік. Яғни қозғалтқыштың температурасы, датчик коленвалған обороты, сосын қазіргі қай передачада тұр, shift статус деген, ол бірінші. Сосын обороты входного-выходного вала коробкада. Соларды таңдадым. Енді алдыға артқа қозғалып отырмын. Тек қана бірінші скоросты ғана көріп тұр. Болды. Скорос ауыспайды бізде. 1-мен ғана қозғалады. Алдында егесі басқа жақтан айдап келген. Сол кезде 1-мен 30-40-қа дейін әрең барам деді. Еще вентилятор айналмайды. Тексерсек 130 градус болып тұр температурасы текущий данныйда. Қазір вентиляторын істеп қойдық. Оны да ар жағында көретін боласыздар. Так, Estima'mыз біздің. Ақта коробкада датчик скорости орналасқан. Көрінсе. Мына жер проводтар кіріп тұр. Өзім плюс-минус и сигнальный провод алдым. Аккумулятордан плюс-минус бердік. Қазір датчик істеп тұр, тексеріп домкрат етіп қойдым дөңгелектерін. Екі дөңгелек. Көлікті оталдырамыз да.
дыға қоямыз. Енді асыл олыртқа қараймыз. Сигналдарымыз. Сигналдар кетті. Жүз миллисекунд. Датчик істеп тұр бізде. Сигнал 5 вольт шығып отыр ғой бізде. 1 жартысы 5,6, 13,94 шығып отыр. Үшін датчик рабочий каз болсына EBU-ға беріп көреміз анерге. Егер скорості көрсе, бәрі нормально, значит. Көлігіміз бірмен ғана қозғалады, қазір бәрі скор салынып тұр, төртке. Бәрі ойдағыдай. Және осы видеоның аяғында осы ақауды жөндеу үшін қанша ақпарат іздеп тауып саралап түйінін шығару қажеттігін көріңіздер.